Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз узбекский лепешка дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтімізді жылы суымызға араластырып, бір қасық тұзымызды ұнға қосып, секерімізбен дрожжымызды, сары майымызды жылы сүтімізбен суға салып араластырып, дрожжымыздың көтерілгенін күтеміз. Көтерілген дрожжымызды кейін ұнға құйып, бір келкі болғанша қамыр илейміз. Қанған қамырымызды бір басып, қолымызды майлап, сыртын майлап, бетін жауып, жылы жерге бір сағаттай көтерілгенше қоямыз. Көтерілген қамырымызды бір басып, тағы да кішкене көтерілгенін күтеміз. Көтерілген қамырымызды столымызға ұн сеуіп, 4 бөлікке бөліп, менде 310 граммнан шықты. Қалағаныңызша одан да кіші қылып бөлсеңіз болады. 4 бөлікке бөлінген нанымызды домалатып, лепешканың формасын береміз. Нанымызды дөңгелетіп, астын бүріп, астына қаратып қоямыз. Дайын болған нанымызды формамызға салып, міндетті түрде арасын ашып салуды ұмытпаңыздар. Себебі нанымыз 2 есе өседі, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Кейін жұдырығымыздың көмегімен нанымыздың ортасын бөлеміз. Кейін жұмыртқамыздың сарысын жағып, қалауыңызша күнжіт, тмин сепсеңіз болады. Қызып тұрған 200 грамм пешімізге 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, подписка бөліміне өтіп, подписка жасауды ұмытпаңыздар.